Оңтүстік Қазақстан облысының Шардара ауданында тұңғыш президент күнінің құрметіне 2 әлеуметтік нысан ашылды. Олардың құрылысына қаражат облыстық бюджеттен бөлінді. Жаңа жылға дейін тағы бірнеше нысандар халық игілігіне пайдалануға берілмек. Толығырақ осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлы әңгімелейді. Ерболат Орынбек 7 жасынан күреспен шұғылданады. Осы күнге дейін тұрақты орын болмағандықтан әр жерде дайындалуға тура келді деп еске алады ол. Сонда да қажырлы дайындық пен жаттықтырушылардың табанды талаптарының арқасында ол облыс чемпионы атанып үлгерді. Енді тұңғыш президент күніне орай жаңа спорт кешені ашылып отыр. Бар мақсат мүмкіншілікті пайдаланып, халықаралық жарыстарда көк байрағымызды биікте желбірету дейді жас жеткіншек. Мына жерде үлкен спорт зал, енді жақсы ғимарат, жақсы жабдықталған, бізге барлық жағдай жасалған. Енді бұл жерде алдыңғы спорт кешенінен қарағанда жақсы нәтиже күтемін. Мақсаттарым енді осы спорт залда дайындалып, Қазақстан чемпионы ел мерейін басқа ареналарда үстем еткім келеді. Жаңа спорт мектебінің құрылысына облыстық бюджеттен 46 миллион теңге жұмсалыпты. Мұнда бокс, дзюдо, грек-рим сияқты спорт түрлерімен 1000-ға жуық оқушы айналысады. Шардарадағы тағы бір қуаныш, дарын мектебі үшін ашылған жаңа ғимарат. Аумағы 300 шаршы метрді алып жатқан нысанда заманауи құрал жабдықтар орнатылған. Шалғай елді мекеннен келетін балалар үшін жатақханада салынған. Кембридждің бағдарламасы бойынша 3-ші деңгейлі курстан өтіп келдім. Және сол бойынша қазір сабақтар өтіп жатырмын. Қаннан келген дарынды оқушыларымыз көп, және талантты оқушыларымыз. Талантты деп отырғанымыз ол 1% талант болса бойында, қалған 99% еңбекпен келеді. Мен болашақта өздерімнің ұстазым сияқты ұстаз болғым келеді. Яғни мен өзімнің сіңірген білімімді, өзімнің сіңірген еңбегімді, өзімнің өскенде оқу бітіргеннен кейін осы мектепке келіп, немесе басқа мектепте сол балаларға өзімнің оқыған, сіңірген тәлім-тәрбиемді үйреткім келеді оларға. Жаңа мектеп құрылысына облыстық бюджеттен 850 миллион теңге бөлініпті. Қазір ауданда апатты мектептер жоқ. Сондықтан бар көңілімізді мектепке дейінгі тәрбие мекемелерімен қамтуға бөлеміз дейді жергілікті басшылар. Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аясында 4 жекеменшік балабақша тапсырысқа беріледі. Онымен 450 бала қамтылатын болады. Оған қосымша жаңағы 280 орындық мемлекеттің қамқорлығымен салынып жатқан балабақшалар 75-78%-ға жетеміз. 2000 сол 18-20 жылдарға шейін біздердің барлығына білім саласындағы мәселелердің бәрі толығымен шешіледі деп күтіп отырмыз. Жаңа жылға дейін ауданда тағы бірнеше әлеуметтік нысан ел игілігіне берілмек. Болат Көкенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, Раухат Өркімбаев, Оңтүстік Қазақстан облысынан.